Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Сіздермен биологияны жетік меңгеремін онлайн курсының авторы Шәкәрімова Қалымқожақызы. Бүгін сіздермен 7-ші сынып қоректену тарауы бойынша жапырақтың құрылысы және фотосинтезге қажетті жағдайлар тақырыптарын қарастыратын боламыз. Бүгінгі сабақта сіздермен жапырақтың түрлері, оның ішкі құрылысы, фотосинтезге қандай жағдай қажет екенін білетін боласыздар. Жалпы бізде қоректенудің екі түрі бар екен. Біріншісі минералды қоректену, екіншісі ауа арқылы қоректену. Минералды қоректену бұл бізде балалар тамыр арқылы жүзеге асады. Яғни өсімдік тамыры арқылы топырақтағы су минералды заттарды сіңіреді. Ал енді ауа арқылы қоректену ол фотосинтез процесі арқылы жүзеге асады. Ауа арқылы қоректенуге қатысатын негізгі мүше ол жапырақ. Және фотосинтезді жүзеге асыра алады жасыл сабақтарда. Жапырақтың негізгі қызметі фотосинтез. Енді жапырақ өсімдіктің қоректенуін қамтамасыз ететін ең басты мүше. Жапырақтың келесідей қызметтері бар екен. Суды бірінші буландырады. Егер біз өсімдіктің үстіне бір жапырағын банкаға немесе қолбаға кесіп қойсақ, қолбаның қабырғасында су тамшылары пайда болады. Себебі жапырақ суды буландырады. Екіншіден, фотосинтез процесін жүзеге асырады. Үшіншіден, газ алмастырады. Жапырақта арнаулы леп немесе жанаспалы жасуша деген құрылымдар бар. Олар газ алмасуға қатысады екен. Төртінші, көбеюге қатысады. Мысалға болсақ, кейбір өсімдіктерді жапырақ әлемшесі арқылы көбейтуге болады. Бесіншісі, жапырақ заттарды қорғай жинайды. Мысалға болсақ, салат жапырақтары, капуста немесе орам жапырақ, пиязды біз тағамға пайдаланамыз. Неге? Себебі оларда қоректік заттар қорға жиналған екен. Енді балалар біз жапырақтың жалпы сыртқы құрылысымен танысатын боламыз. Жапырақ жалпы екі бөлімнен тұрады. Біріншісі жапырақ тақтасы, екіншісі сағағы. Сағақ бұл жапырақты сабаққа бекітетін құрылым. Оның қызметі біріншіден сабаққа бекітеді, екіншіден су мен минералды заттарды өткізеді, және жапырақ тақтасына тірек болады екен. Енді жапырақ тақтасы ол жапырақтың кеңейген бөлігі. Бағанағы жапырақтың барлық қызметін осы тақта атқарады екен. Ол суды буландыру, газ алмастыру, қоректік заттарды қорға жинау, фотосинтез осы жапырақ тақтасында жүзеге асады екен. Жалпы жапырақты тақтасының санына байланысты екіге бөледі екенбіз. Біріншісі ол жай жапырақ. Егер жапырақ тақтасында тек бір ғана жапырақ болса, ол жай жапырақ деп аталады екен. Егер жапырақ тақтасында үш одан да көп жапырақтар болатын болса, ол күрделі жапырақ деп аталады екен. Жапырақтың ішкі құрылысын талдайтын боламыз. Жапырақтың ең үстіңгі қабатында эпидермис немесе өң болады екен. Өң немесе эпидермис ол түсті жасушалар. Олар күн сәулесін өткізеді екен және қорғаныш қызметін атқарады екен. Өң негізінен алғанда үстінде және астында болады. Ол жаңағы айтқандай түсті жасушалардан тұрады екен. Үстіңгі өңнің астында бағаналы жасушалар немесе бағаналы паренхима болады. Бағаналы жасушалардың түсі жасыл түсті. Оларда хлорофилі көп, жасушалар бір-біріне өте тығыз орналасқан және оларда негізгі жапырақтың қызметі фотосинтез процесі жүзеге асады екен. Бағаналы жасушалардың астында борпылдақ паренхима немесе борпылдақ жасушалар орналасады. Олардың жасушааралық кеңістіктері көп, сондықтан оны борпылдақ паренхима деп атайды екенбіз. Ол да фотосинтез процесін жүзеге асырады екен. Келесі бізде осы бағаналы және борпылдақ паренхиманың ортасын бойлай орналасқан жүйкелер бар екен. Жүйкелер бұл өткізгіш шоқтарынан тұрады. Жүйкелердің негізгі қызметі заттардың тасымалын қамтамасыз етеді және жапыраққа беріктік мықтылық қасиет береді екен. Енді жүйкелер бұл фотоксилема және флоема атты өткізгіш жасушалардан тұрады. Ксилема суды өткізеді, флоема органикалық заттарды өткізеді. Жүйкелердің қызметі, жаңа айттық,
заттардың тасымалы және беріктік қасиет беру. Жүйкелердің жалпы алғанда балалар бізде 3 түрі бар екен. Біріншісі доға жүйкелену, екіншісі параллель жүйкелену, үшіншісі қауырсынды жүйкелену. Доға жүйкелену бұл бізде егер жүйкелер қатар орналаса және сәл иіледі. Ал параллель жүйкелену жүйкелер бір-біріне қатар орналасу. Қауырсынды жүйкелену орталық жүйке болады және одан жан-жаққа қосалқы жүйкелер кетеді, қауырсынның жапырағы сияқты болады. Кей жағдайда оны тор жүйкелі деп те атап жатады. Параллель жүйкелену және доға жүйкелену көбінесе дара жарнақты өсімдіктерге тән болса, қауырсынды тор жүйкелену ол бізде қос жарнақты өсімдіктерге тән екен. Жапырақтағы ең басты астыңғы өңде орналасқан құрылымдардың бірі ол лепкесік немесе жанаспалы жасуша. Бұл эпидермистің астыңғы қабатында орналасады. Ол арқылы су буланады, газ алмасады екен. Және ол лепкесік немесе жанаспалы жасуша күндіз ашық болады және түнде жабылады. Бұл және сонымен бірге бұл жанаспалы жасушалар күн қатты ысыған кезде жабылады. Неге? Себебі суды аз буландыру мақсатында. Жанаспалы жасушалар жарты ай тәрізді немесе бүйрек тәрізді бір-біріне жанасқан екі жасушадан тұрады. Олардың ортасында жасушааралық қуысы бар. Сол қуыстың ортасындағы тесік тыныс алу сыңылауы арқылы газ алмасады, жапырақтағы су буланады. Бұл негізгі құрылымдардың бірі эпидермистағы. Күндіз ашық, түнде жабық және қатты ыстықтың жел уақытында жабылады. Жапырақтың ең негізгі қызметі ол фотосинтез үрдісін жүзеге асыру. Фотосинтез дегеніміз ол бейорганикалық заттардан күннің қатысында органикалық заттардың түзілуі. Фотосинтезге қажетті жағдайларды санамалайық. Біріншіден ол жарық. Фотосинтез деген сөздегі фото деген сөз жарық, синтез жасалу, яғни жарықта заттардың жасалуы. Фотосинтезге қажетті ең басты жағдайлардың бірі ол жарық. Яғни жарықтың қатысында жасыл түсті жапырақтарда, хлоропласттарда болатын хлорофилл атты пигментте бізде балалар су тамырдан сорылып алынған сумен лепкесік арқылы кірген көмірқышқыл газынан органикалық зат глюкозаның синтезі жүзеге асады екен. Яғни су мен көмірқышқыл газы бейорганикалық заттар, ал түзілетін зат күннің қатысында ол глюкоза органикалық заттар. Сонымен қоса фотосинтез процесі кезінде бізге ауаға оттегі газы бөлінеді. Жалпы фотосинтез процесі бұл жердегі барлық тіршіліктің бастауы болатын процесс. Себебі өсімдіктер, продуценттер осы фотосинтез процесі кезінде органикалық заттарды түзеді және ауаға бүкіл ағза тыныс алуына қажетті оттек газын бөліп шығарады. Сондықтан өсімдіктер жердегі ең тіршіліктің бастауы болатын ағзалар, ал фотосинтез ол осы тіршіліктің бастауы болатын ең басты процестердің бірі. Бүгінгі сабақта балалар сіздермен жапырақтың ішкі құрылысын, жапырақтың түрлерін талдадық. Сонымен қоса фотосинтезге 7-ші сыныптың деңгейінде талдау жасадық. Фотосинтез процесін біз 10-шы сыныпта терең түрде талдайтын боламыз. Өздеріңізге ұсынылған слайдты дәптеріңізге жазып аламыз және ұсынылған онлайн тест платформасында тестті шешеміз. Сіздер сабақ ұғынықты болды ғой деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.